құрметті студенттер, сіздермен Гүлдана Абдекеқызы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы CSS тілінде құжаттарды құру және түзету. Сабағымыздың мақсаты CSS тілін қолданып сайтымыздың дизайнын беруді үйрену. Бүгінгі сабағымыздың жоспары стильді қосудың 3 тәсілін қарастыру, CSS селектор ережелері, ID класс ұғымы. CSS Cascading Style Sheets стильдер кестелерінің тілі, веб-беттерді форматтауда қолданылатын белгілеу тілі. CSS тілін HTML гипермәтінді тілге қосудың 3 тәсілі бар. Оның ішінде бірінші тәсілді қарастырайық. Ол үшін мына мысалды орындаймыз. Бұл жерде көріп тұрғаныңыздай Алматы мемлекеттік политехникалық колледжі деген мәтін берілген, H1 тег арқылы жазылған бұл, және де ары қарай мәтіндерді енгізу қажет. Біз Sublime тексті ашамыз, және де бұл құжатты сақтаймыз. Ең алдымен біз HTML құжатын құрып алуымыз қажет. Бірінші құжатымызды міндетті түрде index.html деп сақтаймыз. Расширениясына да HTML деп беру қажет. Рабочий столда сақталды. Мінеке көрсетейін. Мінеке мен құжатым. Және де браузерде ашып тексерсек, ішінде ешқандай мәлімет жоқ. Ары қарай мәліметтерді енгізу үшін HTML құжатын құрамыз. Title деген сайтымыздың аты, Polytech. Сақтаймыз, Ctrl+S. Браузерде ашып көрсек, біздің сайтымыздың атауы берілді. Келесі, бізде H1 тегін қолданамыз. Бұл мәтіндерге біз Алматы мемлекеттік политехникалық колледжі деген мәтінді енгіземіз. Мәтін ішінен. Сіздер алдыңғы сабақта көрген болсаңыздар, Emmet плагині арқылы Lorem Ipsum мәтінін қолдансаңыздар болады, немесе видеоны паузаға қою арқылы менен қайталап көшіріп жазсаңыздар да болады. Келесі, P мәтінін P тегін қолданамыз. Ары қарай мәтіндерді енгізу үшін. Мысалды тағы бір рет тексеріп көретін болсақ, біліктілікті таңдау деген мәтін қажет. Енді Ctrl+S, Ctrl+V. Ары қарай H3 тегін қолданамын. Келесіне тағы да P тегі. Келесі мәтінді аламын. Ctrl+S. Браузерді ашып көретін болсақ, біз мәтіндерімізді енгіздік. Енді осының ішінде Алматы мемлекеттік политехникалық колледжі деген сөзіміз бізде қызыл түсте болуы керек. Стиль беру үшін мен H1 тегіне style атрибутын қолданамын. Және мәнін беретін болсақ, color red. Red деген түсі, қызыл түс. Ctrl+S. Мінеке біздің түсіміз берілді. Осылайша HTML тілінде біз өзімізге қажетті дизайндарды бірінші тәсіл арқылы бере аламыз. Келесі, екінші тәсіл. Бұл CSS тілін HTML тілінен енгізу. Ол үшін мына мысалды қарастырайық. Яғни біз берілген мәтініміздің артына фон беруіміз қажет. Егер де мен CSS-дің екінші тәсілін қолданатын болсам, онда style тегін бірден қолданамын. Көріп тұрсыздар, style тегі ашылды. Style тип бұл жерде атрибуты, және де атрибутында бізде берілген. Бұл CSS тілі енгізілді деген сөз. Мен body денесін өзгертемін. Желі жақша ашылды және жабылды. Бұл дегеніміз осы денесінің басы мен аяғы деген сөзді білдіреді. Ары қарай түсін өзгерту үшін background color. Бізде күлгін түс берілген. Енді оны қолдану үшін мен бұл жерде colormania қосымшасын қолданамын. Осы жерден өзіме қажетті түсті аламын. Мысалы мынау көшіремін. Және де HTML құжатыма енгіземін. Ctrl+S. Нүктелі үтір қоюды міндетті түрде ұмытпауымыз қажет.
браузерде көретін болсақ, біздің фонымыз өзгерілді. Бұл бізде екінші тәсіл. Үшінші тәсіл, міне слайдта көріп тұрғаныңыздай, бірінші HTML құжаты құрылды, және де style CSS құжатын біз жеке құжат құру арқылы ашып отырмыз. Екінші тәсілде біз бірден CSS тілін HTML құжатымызға енгізсек, үшінші тәсілде жеке құжат ретінде ашып енгізетін боламыз. Бұл жерде енді фоны мен мына H1 тегі өзгертілген. Құрастырайық. Ең алдымен мен CSS тілін CSS-ке арналған құжатты құруым қажет. Ол үшін әрине блокнотта style.css деп ашамын. Бірақ бұл қазір менде TXT форматында сақталып қалуы мүмкін. Оны салбайым текстте ашып өзгертемін. Көріп тұрсыздар, TXT форматына сақталды. Маған ол форматта емес, CSS форматында қажет. Оны мына жерден таңдаймын. CSS деген расширение. Мінеке көріп тұрсыздар, CSS сақтадық. TXT жоғалып кетті. Және де мына документ емес, бұны өшіреміз, міне. Осындай түрде сақталса, онда бұл CSS құжаты ретінде сақталды деген сөз. Осы жерде енді мен бірінші мына жерде бізге мынау енді қажет емес, мен бұны сырттан сілтеме беру арқылы жазамын. Head деген басына, link деген сілтемені жазуым қажет. Мінеки, link деп жазса, маған Element плагині бірден өзінің атрибуттарымен бірге енгізіп берді. Link rel, style sheet, type, text, CSS, href. Енді осы жерде біздің CSS құжатымыздың атын қай жерде орналасқанын көрсетуіміз қажет. Href деген сіздерге таныс болу керек атрибуты. Бұл бізде гиперсілтеме жазған кезде, мысалы, href деп енгізген болатынбыз. Қандай да бір құжатқа немесе сайтқа сілтеме жасайтын болсақ, біз href тек атрибутын қолданамыз. Енді біздің айта кететін жағдай, style CSS, яғни CSS тілі HTML тілінің құжатының қасында болу керек, немесе бұны бір папкаға сақтайтын болсаңыздар да, екеуі бірге қасында тұруы қажет. Сол арқылы бір-бірін таба алады, аты жөндер арқылы. Енді style нүкте CSS. Ctrl-S. Бұл жерде маған ең бірінші денесіне фон беру қажет. Body. Жел жақша ашылады. Background. Color. Енді yellow деп жазып көрейік. Yellow сары. Нүктелі үтір. Ctrl-S. Сақтайтын болса, көріп тұрсыздар. Тура біз енгізген екінші тәсілге ұқсас кодтар селекторлар жазылды, бірақ біз оны жеке құжат ретінде сақтадық. Себебі бұл жерде бір заңдылық бар. HTML құжатында негізінде біздер тек қана HTML тектерін жазуымыз қажет. Style CSS дегеніміз, яғни CSS дизайндарын бөлек құжатқа жазған өте ыңғайлы. Біз көбінесе осы үшінші тәсілді қолданатын боламыз. Себебі мұнда өте көп тектер, өте көп кодтар болғандықтан біз программистер шатасып кетпеу үшін, көзге оқуға жеңіл болу үшін, түсінікті болу үшін біз жеке құжат ретінде шақырып, оны HTML құжатына тек сілтеме ретінде енгізе аламыз. Ары қарай мысалда көрсетілгендей, енді мына H1 тегі бізде көк түспен берілген. Оны да осы жерден өшіріп, бізге қажетті, мынаяқта міндетті түрде Ctrl-S деп командасын басуды ұмытпаймыз сақтауды. Егер сақталмай қалып жатса, онда бізде экранға браузерде өзгерістер енгізілмейді. Color. Blue. Blue дегеніміз көк. Сақтаймыз. Обновить етсек, мінеки, барлығы біздің мысалымыздағыдай шықты. Келесі CSS селектор ережелері. Бұл дегеніміз, бұндағы body, H1 деген тегтер
CSS тілінде селектор деп аталады. HTML тілінде біз оларды тег деп атайтынымыз, H1 тегі деп, ал CSS тілінде селектор деп атаймыз. Background color бұл стиль блогы. Ары қарай color бұл қасиеті, blue мәні. Енді келесі ең маңызды ұғым ол идентификатор. ID бұл бірегей атаулы элемент. Сондықтан сізде бір параққа бір ғана жеке куәлік болу керек. Әдетте бұл JavaScript функциялар үшін қолданылады. ID деп біз бұны HTML тілінде жазсақ, біз мынандай решетка деп атасақ болады. Бұны біз стильде берген кезде CSS-те решетка түрінде қолданамыз. Идентификатор ұғымын жақсы түсіну үшін мына мысалды қарастырайық. Біз бағанадан бері H1 тегін қызыл түстен көк түске ауыстырдық. Енді мына мысалды қарасақ, бұл жерде қайтадан қызыл түске ауыстырған. Бірақ осы жолы идентификаторды қолдану арқылы қызыл түске ауыстырамыз. Ол үшін мен H1 тегіне ID деген сөзді жазамын. Бұл жерге өзіңіз кез келген сайтыңызға байланысты сөздерді құрастырып жаза аласыздар. Жалпы SSS деп жазсақ болады, немесе тағы да бір маңызды саннан бастамаймыз. Әйтеуір бас әріптен, кіші әріптен келетін өзіңізге жақын сөздерді құрастырып жаза бересіздер. Мен header деп таңдадым. Енді әрине ағылшын тіліндегі сөздерді қолданасыздар. Ары қарай бұл жерде мен CSS-тен H1 емес, идентификаторы арқылы жазатын боламын. Ол үшін решетка және header атауы. Бұл жерде blue емес, red деп жазам. Қызыл түске ауыстыру қажет. Ctrl+S. Обновить етсем, мінекей. Идентификаторды қолдану арқылы біз өзіміздің стилімізді өзгерттік. Келесі. Енді бұл жерде, мысалы H1 дегенге біз header деген идентификаторды қолдансақ, келесі басқа тегтерде басқа атаулы идентификаторды қолдануымыз қажет. Енді H3-ке бұл мысалда бізде не шығу қажет екенін көрейік. Бұл мысалда бізде H3 тегіндегі мәтініміз жасыл түске боялуы қажет. Жазамыз ID идентификатор header бірден көрсетер, бір деп енгіземіз. Ctrl+S. Бұл жерде келесі header бір жүйелі жақша ашылып жабылды. Color green. Green дегеніміз жасыл. Ctrl+S. Обновить етсек, мінекей біздің H3 тегіміз жасыл түске ауысты. Бұл дегеніміз енді CSS тілін қолданған кезде біз тегтер арқылы дизайн өзгерте аламыз, немесе идентификаторды қолдану арқылы дизайн өзгерте аламыз. Келесі. Класс ұғымы. Класс стиль қасиеттерінің жиынтығын сыныпта қолданатын барлық элементтерге қолдану үшін қолданылады. Енді бұл жерде header мен сыныптың, яғни класстың бір-бірінен қандай айырмашылығы бар деген сұрақ туындауы мүмкін. Идентификатор өзі атап кеткендей бір атаулы элементтерге ғана тән. Ал класс бұл жалпы бір стиль қасиеттерінің жиынтығын сипаттайды. Яғни бұл жерде мысалы P тегінде класс style деп берілген, және осы жерде екі бірдей жаңағыдай ұқсас тегтеріндегі ұқсас бірдей стильдегі тегтерді бірден көк цветке бізге бояу қажет болады. Сол кезде біз style деген селекторды қолданамыз. Енді қараңыздар, бұл жерге P тегіне класс қолданатын болсақ, біз жазамыз класс деп. Класс. Енді атауын да бұл жерде өздеріңіз білесіздер, қандай берулеріңізге болатын, бірақ мен style деп берем атауын. Style. Және де осы класты көшіріп, келесі P тегімен жазамын. Ctrl+S. Бұл жерде класты
CSS тілінде беретін болсақ, нүкте арқылы береміз. Және де атауын жазамыз. Қандай ат беріліп, соны белгілейміз. Color blue. Ctrl-S. Қараңыздар, біздің мына P тегінде орналасқан мәтіндеріміз бірде екеуі көк түске боялды. Тағы да қайталап айтамын. Міне, класс деп, бұл бізде HTML құжатына жазған кезде класс деп жазамыз. Ал CSS тіліне жазған кезде нүкте арқылы береміз. Мінекей. Барлығы осы мысалда көрсетілген. Қажет болса, мен слайдты осы видеоның астында қалдырамын. Сол жерден көшіріп, сіздер ары қарай өздеріңіз де қайталап жазып көрсеңіздер болады. Нәтижесі бізде тура осы мысалдағыдай шықты. Келесі, енді біз бұл жерде стайлды тек қана P тегіне емес, яғни класты H2 тегіне де қолдансақ болады. Бірақ бұл екеуінде екі түрлі дизайн шығу үшін біз бірінші тегімізді және ары қарай классымызды көрсетеміз. Бұл жерде мына мысал берілген. Осы мысалды қалай жасайтын көрейік. Ол үшін бірінші HTML құжатына келесі H2 тегін қосамын. H2 тегіне мәтін енгіземін. Енді бұл жерде мына мәтін енгізе салайын. Сіздер де видеоны паузаға қойып көшірсеңіздер болады. Ары қарай бұл жерге класс беремін. Және класстың атауы style болады. Эмет плагин көріңіздер, барлық жазған менің элементтерімді бірден есте сақтап, маған менің уақытымды үнемдеу үшін бірден тектерді, сөздерді шығарып отырады. Келесі, енді бұл жерде қазір обновить етіп көрсек, мына жерде біздің H2 тегіміз көк түсте болып тұр. Себебі біз классқа, жалпы style классына көк түсті бердік. Енді жеке өзгерістер енгізу үшін, мінекей, бізде P мәтіндегі P тегінде орналасқан мәтін көк түсте қалу қажет, ал H2 тегіндегі мәтін ақ түсте және де оның жеке өзінің фоны болуы керек. Оны қалай өзгертеміз? Ол үшін CSS-те біз мына стайлда P деген тегін селекторын береміз. Және де қазір Ctrl-S. Көріңіздер, мен тек қана P тегіндегі мәтінге класс беріп, соны ғана өзгерттім дизайнын. Ал міне H2 тегінде бірден дизайны өшіп қалды. Оған дизайн беру үшін мен H2 нүкте style жүйе жақша ашылып жабылады. Бұл жерге мен енді background color ары қарай brown деп беремін. Енді brown деген қоңыр деген сөз. Қоңыр түске ауыстырады, а color бізде white. Енді қарапайым түстерді алып отырмын. Ағылшын тіліндегі сіздерге түсінікті болу үшін. Келесіде колорманияны қолданып, өздеріңізге қажетті түстерге ауыстыра аласыздар. Обновить етсем, біздің мәтініміз мына мысалдағыдай барлығы өзгерілді. Келесі. Енді бізде бұл жерде, мына жерде қарайтын болсақ, мына мысалға P тегінде орналасқан мәтін көк түсте берілген. Енді осының ішінде мына курсивпен берілген және оның түсі өзгертілген. Оны қалай жасаймыз? Оны жасайтын болсақ, барлығын HTML құжатында құрылысын құрып, беретін ID классымызды енгізіп, ID классымызға атау беріп, барлық құрылысын құрып аламыз, және де оған дизайнды біз CSS тілінде өзгертеміз. Ол үшін келесі мысалда бізде жас мамандарға деген сөзіміз, мінекей тұр, оны курсивпен жазуымыз қажет. Ол үшін I тегін қолданамын, курсивті болу үшін, және де I тегі мамандарға деген жерден өтуі қажет. Көрейік.
браузерімізді ашып, мінекей, білім жас мамандарға деген сөзбен бірге алынып кетті. Білім деген емес, жас мамандарға деген сөз ғана қажет екен бізге. Барлығын тура мысалдағыдай жасайық. Ctrl+S. Мінекей, жас мамандарға деген сөзімізді енді қызыл түске ауыстыруымыз қажет. Ол үшін P тегі және I тегі деп жазамыз. Бұл енді псевдоэлемент, псевдокласс деген келесі сабақта түсіндіретін боламын. Сол арқылы жазылған. Енді қараңыздар, P тегінде орналасқан. I деген тегіміз, сол себепті бірінші P және келесі I деген тегті жазамыз. CSS-те және оған дизайн береміз. Бұл жерде енді color red. Сақтаймыз. Мынау кезде бізге қажетті барлық дизайн өзгертілді. Сіздер енді жалпы мен айтқан осы іс-әрекеттердің барлығын жай тыңдайтын болсаңыздар, онда сіздерге түсініксіз болады. Егер де менен қайталап, барлық жазған тегтерді, барлық мәтіндерді қалай өзгертілді солай жазсаңыздар, сол кезде ғана түсініп отырасыздар. Осы браузерге шығарып түсіне аласыздар. Бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, үй тапсырмасы мынадай сұрақтарға жауап беру. Біріншісі, CSS-ті мағынасы қандай? Екінші сұрақ, CSS-ті HTML-ге қалай қосамыз? Үшінші сұрақ, CSS-тегі идентификатор және класс дегеніміз не? Және төртінші сұрақ, CSS-тегі ақпараттың сақталу типі қандай? Сұрақтарға жауапты Moodle платформасында береміз. Бүгінгі сабақ осымен аяқталды. Сау болыңыздар.